Подсолнух, комфорт и уют в каждый дом. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, Зерде Айдардың кезекті саны алдарыңызда. Біз міне қазір Тянь-Шань тауының солтүстік бөктеріне орналасқан қазақ кестесін әлемге әйгеткен кесте мекені Маурай ауданына келіп тұрмыз. Сан ғасырлардан бері көшпенді мал шаруашылығымен шұғылданып келген халқымыздың негізгі баспанасы кигіз үй. Алып жүруге ебделі осы кигіз үйдің бойынан халқымыздың қолөнерінің құдіреті әйгіленіп жатады. Ендеше бүгінгі хабарымызда осы кигіз үй жайында сөз қозғаймыз. Табиғат аясында жаратылыс дүниесімен қоян қолтық өмір сүрген халқымыз көркемдік үйлесімімен өміршеңдігі жөнінен дүние танымының көркемдік бейнесіндей танылған ошақ отын тұтата білді. Қазақи баспана киелі киіз үй күмбезінің саңлауынан шашыраған түрлі түсті шашақтар аспан әлемін жайнаған жұлдыздарды елестетсе, шаңырақ күмбезін сәндеп, сәт сайын құбылып тұратын ою өрнекті мата жолақтары құш жолын көз алдыңызға келгендей. Ал тоқылып қабырғаға ілінген түс киіздер үй ішіне жайқалған дала гүлдерінің жұпар иісін жеткізгендей болады. Ұлтымыз өндірістік еңбегінің жемісі ретінде атамыз алаш, керегеміз ағаш, киіз туырлықты, ағаш шоқты қазақпыз деп аталы сөз айтып қалдырған ата-бабаларымыздың негізгі баспанасы киіз үй болғаны әркімге аян. Жазба деректерден қазақтың киіз үйі жайында нақты археологиялық дәлелдер табылмағанымен, Жұңғоның және шетелдің тарихи жазба деректерінде сақтардың, ғұндардың, үйсіндердің күмбез тәрізді дөңгелек киіз үйде отырғандығы баяндалады. Шығу тарихы біздің заманымызға дейінгі ғасырларда пайда болған киіз үйді біздің халық қасиетті киелі қара шаңырағымыз деп дәріптейді. Өйткені киіз үй оның тұрағы, құтты мекен жайы, еншісі, баспанасы, мүлкі, мақтанышы деп бағалаған. Оған қарап отырсақ, бірнеше жүздеген, мыңдаған жылдар бойы ата-бабаларымыздың ақыл ойы, тұрмыс мәдениеті, талғамы еш халықтан кем емес екен. Бұдан бұрынғы да, соңғы да ғұламалар айтып кеткендей, осы киіз үйден қазақ халқының аспан әлемінен, есептеу жүйесінен, экономикалық біліктілігі, мәдениет пен өнердегі талғамы, жалпы алғанда өмір тәжірибесіндегі іске бейімділік аңғарылады. Демек, біздің киіз үйіміз тек баспана ғана емес, ол сәулет, құрылыс, сурет, қолөнер сияқты бірнеше өнердің басын құрайтын ғажайып туынды десек артық емес. Қазақ үйлері пайдалануға, сән салтанатына қарай бірнеше түрлерге бөлінеді. Мысалы, қар үй, қоңыр үй, бор үй, ақ үй, ағал орда, ақ орда, ақ шаңқан, алтын үзік, алтын орда деп аталады. Көшіп қонуға, уақытша пайдалануға немесе шаруашылық жұмысына пайдаланылатын қос, абылайша, көрке, кепе, итарқа, жаппа, желім үй, ас үй, қалқа деп аталатын түрлер де бар. Киіз үйдің іші 4 бөлімге бөлінеді. Ең әуелі төр. Мұнда жүк жиналады, қонақтар орналасады. Бұл үйдің жоғары әрі қымбатты орны саналады. Күйеулер мен келіндер төрге шықпайды. Қонақ үй иесінің төрін сыйлай біледі. Ол қолындағы қамшысын, бөктеріншегін, тағы басқа керек жарағын төрге алып шықпайды. Екіншісі сол жақ яки қазан жақ. Есіктен кіргендегі оң жақты, төрден есікке қарай отырғандағы сол жақты айтады. Ұлтымыз салтында үйдің қазан жағына ыдыс-аяқ, қазан ошақ қойылады. Ыдыс-аяқ қойылған қазан жақ пен төрдің аралығына үй иесінің төсегі қойылып, түскиіз ұсталады. Жас болса шымылдық құрылады. Ал үшіншісі оң жақ, яки киіз үйдің оң жағы деп есіктен кіргендегі сол жақ, төрден есікке қарап отырғандағы оң жақ айтылады. Салтымызда киіз үйдің оң жағына ер балалар, төрден орын тимеген жігіттер, күйеулер отырады.
ер тұрман, қамшы, шідер сияқты заттар киіз үйдің оң жағына қойылады. Төртінші, оттың орны. Киіз үйдің дәл ортасы оттың орны. Оттың орны киіз үйдегі төрден кем түспейтін қасиетті орын саналады. Ал киіз үйдің құрылымы негізгі 3 бөліктен құралады. Бірінші, үйдің сүйектері, яки үйағаш. Екінші, киіздері, шиде осының ішінде. Үшінші, баулары мен басқұр арқандары. Киіз үйдің негізін құрайтын кереге. Кереген кең болсын деген тілек осыдан шыққан. Өйткені үйдің берік кеңдігі осы керегеге байланысты. Кереге құрайтын ағаштарды желі деп атайды да, оның ұзынын, ерісі, қысқаларын сағанақ, балашық дейді. Желілердің басы мен аяғына әсемдік үшін ойып сызықтар жүргізіледі. Мұны ыру дейді. Желілерді тесіп, түйенің мойын терісі немесе өгіздің бас терісінің сірісі арқылы көктейді. Керегенің басы мен аяқ жағы сәл шалқайтыла, ортасы дөңестеу жасалады. Дайын керегені қанат деп атайды. Яғни 18 қанат үйде 18 кереге болады. Кереге көзінің үлкен кішілігіне қарап, тор көз, жел көз деп бөледі. Біздің қазақ халқымыздың атамұра киіз үйіміз тарихтан жалғасып келе жатыр. Қазақ халқы көшпенді болғандықтан үнемі киіз үй тігіледі. Киіз үй басқа ұлтта да бар, моңғол ұлтында да бар, басқа көшпенді ұлттардың бәрінде де бар. Соның ішінде біздің қазақ киіз үй өте көрнекті келеді. Көрнекті келетін жері мына керегеміз өте, керегенің мына басы қайқылау, оқ өте қарынды келеді. Қарынды келетін киіз үй өте сырт бейнесіне қарағанда көрнекті, әдемі көрінеді. Мысалы енді біздің қазақ үйдің паркі мен моңғолдың ұлттың парк, киіз үйдің паркі, моңғолдардың киіз үйі мына қарны оқты келмейді. Мына керегесінің басы мынадай қайқы келмейді. Керегесі былай түзу келеді, еңкештеу келеді. Еңкештеу келгеннен кейін оқ жаншығаннан кейін мына жері дөңгелек шықпайды. Киіз үй өте сыртқа қарағанда жалпеңқі келеді. Ал біздің қазақтың киіз үйі мына керегенің басы өзіңіз де көріп тұрсыз, мына жерде қайқы. Бұл жақ қайқы болып келген, одан оқталғаны қарынды болып келген, оқ өзікті көтергенде киіз үй өте дөңгелек, сырт формасы сондай әйбет жақсы көрінеді. Мына киіз үйдің үй ағаштарын біздің қазақ халқыдар ер адамдар басады. Үй ағаш, шаңырақ, оқ, кереген бәрі ер адам істейді, ер адамның қол өнері. Ал мына ішіндегі безендіру бірақ әйел адамдардың, апайлардың, әжелердің қолынан шығады. Мына бау тоқу, чи тоқу, барлығы осы әйел адамдардың қолынан шығады. Бұл қазақ халқының әйелдердің қол өнерінің өте шеберлігін таныстырады. Бір мына қазақ халқының киіз үйінің ішінде мынандай тоқулы чи болады. Моңғол үйінде тоқулы чи болмайды. Одар ақ чи. Біздің қазақ халқының тоқулы чи бірі көрініс әдемі көрінеді. Киіз үйдің көркі чи болмаса дейді ғой. Киіз үйдің көркі чи, тоқулы чи әдемі көрінеді. Екінші қазақ халқының өте нәзіктік, шеберлік өнер, қол өнерін көрсетеді әйелдердің. Шаңырақ киіз үйдің қасиетті киелі мүлкі. Ұлтымыз үйді, отбасын, кейде әулетті шаңырақ дейді. Үлкен үйді, арғата шыққан отбасын қара шаңырақ деп атайды. Шаңырағың биік болсын деген тектес көп деген жақсы сөздер мен бата тілектер осыған қаратылған. Киіз үй шаңырағы тоғын, күлдіреуіш, кепілдік деген бөліктерден тұрады. Күлдіреуіш шаңырақ күмбезін жасайды, жиілеп қаламды қояды. Кепілдік күлдіреуіштің орнынан қозғалып кетпеуіне қызмет етеді. Оқ кереге мен шаңырақ ортасын қозатын негізгі бөліктің бірі. Оқ алақан, иіні, қары және қаламы деген атаулардан тұрады. Ол иініне елес алады. Яғни үйдің күмбезді үлгісімен оқтан басталады. Оқ алақандағы оқ арқылы кереге басына байланып, қаламы шаңырақтың қаламдығына сұғылады. Қанат санына қарай оқтың саны да, ұзындығы да өсе береді. Киіз үйде есік екеу болады. Бірі ішкісі ағаштан жасалады. Оны сықырлауық дейді. Екіншісі киізден жасалады. Оны киіз есік дейді. Мынау таяныш, мынау маңдайша, мынау есік ағаш, мынау табалдырық. Бұл төрттен құралады. Тордық жабудың қағидаларын айтып беріңіз. Тордық жабу қағидасы бірінші оңдықтан жабылады. Екінші мына қазан жақ дейміз, мына тордық жабылады. Үшінші әнеу тордық жабылады. Төртінші мына артқы тордық дейміз, мына жабылады. Тордық деген осы төртеу болады. Ең төртеуінде бірінде екіден бау болады.
Оның атаулы мынау терме бау дейді. Сонымен 4 туғызда 8 бау болады. Киіздері кереге бойынша туырдық, шаңыраққа дейін үзік, шаңырақты жабатын түндік және киіз есік деп аталады. Бұлар қойдың ақ күзеу жүнінен басылады. Киіз басу жүн сабау барысында жасалатын тулақ шашу, қой басты деген дәстүр, ырым, ойын, әзіл қалжыңдар да бар. Киіздер құр баулар арқылы тұтылады. Олар туырлық бау, түндік бау, үзік бау, жел бау деп аталады. Туырлық пен үзіктің өзара айқасатын жерін жабық дейді. Туырлық пен үзік баулары кестелі, оюлы, жалпақ қырдан жасалып, ол үйге көрік беріп тұрады. Киіз сыртынан жел көтермес үшін екі жерден белдеу арқан тартылады. Үйге қолданылатын арқан түрлері де көп. Үйдің бар ауырлығын ұстайтын, беріктігін сақтайтын бас арқан. Бас арқан тұсынан сәндік үшін жәнеге, кереге басы туырдықты қажамас үшін басқұр тағы да орай жүргізіледі. Шаңырақта желбау деп аталатын ою өрнекті 4 шашақты бау болады. Ол желді күні шаңырақты бастыруға, көшкенде байлауға аса қажет. Жай күндері үйге әсемдік көрік береді. Нан не деп айтамыз сонда? Бірінші нанның несін айтайық, нанның желбау деп айтамыз. Бұның бірінші ролына шаңырақ көтереміз ғой. Шаңырақ көтергенде нан бақан болады, тірі үшін. Сонда бүйтіп ұстап көтереміз, сонда шаңырақ аумайды, тең келеді деген сөз. Қатты боран соққанда жерге қазық қағып, мықтап байлап, үстін бірдемен бастырып қояды. Оның кейін үйді шаңырақты алып жүріп кетпейді. Үйдің амандық қорғап қала үшін соны істейді. Оның ролы осы. Үй тіккеннен кейінгі сол ұстайтын туырдықта 4 туырдық болады, 8 бау болады. Оның кейін ана есік ұстаймыз. Оның сыртынан үзік деген 2 болады. Үзікте 6 бау болады. Біреу бас бау, екеуі бас бау, екеуі орта бау дейміз. Екеуін аяқ бау дейміз. Сонда 6 бау болады. Бұл сыртқы бейнесінде. Міне енді киіз үй таныстырып жатқаныңызда міне жұққылап кетті ғой. Сонда осы жұққылағанда да қазақ ырымдап жататын шығар. Ырымдайды. Бұл жұққыласы ой, келін келеді екен. Бұл жұққылаған жұққа жұқ қосылады деп айтылады. Киіз үйдің бір бөлшегі ши. Оны жүн жіппен түскиіз текемет түсіндей оюлармен безендіріп тоқиды. Оны шым ши дейді. Ораусыз шиді ақ ши дейді. Ораусыз ши деп атаймыз. Сонда мұнаның түрі кілемше деп айтамыз. Енді бір түрі бар. Оны бәске деп айтамыз. Оның кейін бір түрі бар. Мүйіз деп атаймыз, мүйіз. Шидің өз түрі бөлінеді. Ораудан ғой, енді ораудан. Мынау кілемше, енді басқа бір түрді орасаңыз, мынау бәске деген бір түрі бар. Соны орайтыныз. Енді үшінші түріндегі мүйіз жаппай, мүйізбенен орайтын. Сонда бұл 3 түрге бөлінеді. Ши керегемен туырлықтың екі ортасына келеді. Мұның әсемдікке әрі жылылыққа әсері мол. Халық тілі ұғымында киіз үйді құрастыруды тігу дейді, қайта бөлшектеуді жығу дейді. Ұлтымыз киіз үйді ғана емес, үй тіккен жұртты да киелі санайды. Көшкенде жұртын тазалап кетеді, жұртты баспайды, жұртқа дәрет сындырмайды. Бір ауылдың сын сипатын оның жұртынан да байқап біледі. Ескі жұртты қадірлеп қастерлейді. Құрметті көрермен, біз қазір Морей ауданы Шағанбұт жайлауындамыз. Бүгін өздеріңізге халқымыз дастарханның ең сыйлы тағамдарының бірі болған құрт алудың барысын таныстырып өтпекшіміз. Ендеше осы құрт қалай жасалады? Ең алғашқы басқышы қалай? Алдыңғы басқыш енді терді сауып келеміз. Оны қазанға пісірамыз. Одан оны демін алдырып қойып, үйтатыныз айранға. Одан үйтіп болғаннан кейін оны сабаға құямыз. Әлін саба толғаннан кейін
Onu pişiremiz. Майын alalım. Onun mayından alğanın бабына keyin келсе тез түседі, бабына келмесе жек ol түседі. babına kelip tursa bir demde түседі. Bir saatga ilmek түседі. Babına gelmey ya bolmasa soğuk, ya bolmasa жылы болып қалса, onun da babı var. Sonra keyin ol may boladı, onun mayını alamız. Odan keyin ırkıttayımız, ananın may tutup olmanızın özgörüledi. Onu ırkıttayımız. Ol ırkıttı kaynatamız. Kaynağanın keyin köbügü çıkadı. Ol köbügün jaraytı, onun mayı menen köbügü birdek çıkadı. El mayın kalkıp alatmış. Ol mayı nege kalkıp alat degende, mayın kalkıp alsan, may koymasan, kurtla appa sapalı болады. Endi mayını almay koysan, may aralас bolsa, kurt kara болады. Үлкендер қайтетті. Ол уақыттан майын қалқып құйып, ондан үстіне сармайын сап жеріп, үлкендерге бір сыннан құрт түшкізетіні. Ол құрт жақсы болады. Şimdi kurt öğretip Құрт сүйекқа бады, денсаулыққа жақсы деп үлкендер сондай ішеді. Қайнағынан көбік шығады ғой. Көбік шыққанда ана баладарға көбік жала дейміз. Ол көбік жалағаннан кейін баладардың денсаулығына пайдасы бар. Ол қайтет десең, ішекте құрт болса, соған өлтіріп, ана денсаулыққа ішекке пайдасы бар. Әл енді оның ішінде де енді көбікпен аралас май болады. Майда да қалқи түсіп, нанның ебіміз ішіп ал. Денсаулығына жақсы дейді. Ішіп алса, мысалы іштегі, оның көйін майын алып арылтып жерсеңіз, құрттың сапасына да жақсы, аны ішіп алған денсаулыққа жақсы, іштегі ауру сырқауларға пайдасы бар. Сондықтан қазағымыздың осы құрт жөніндегі тәжірибеміз осы. Сонда сол қапқа сүземіз рәсми. Оны сол Сызғалғаннан кейін Енді әзір сол енді соны қайнатып болдық қой, ол сүзіліп болды. Баладарға көбігін бердік, үлкендерге де майынан араласып құйып бердік. Ол осымен кетті ме, ол әбден қойылады. Енді қойылғаннан оны бірден суытса қойып, оны қапқа құямыз. Қапқа құйған ол әбден сүзіліп болғаннан кейін, мысалы мына ұқсаған құрт болады. Мынаның аты не дегенде жарма. Мынаны бүйтіп тіліп бөлеміз не. болғаннан кейін Сүзіп болғаннан кейін, енді әбден сүзілген кейін, су арылғаннан кейін, мынаны бүйтіп құрт жасаймыз. Мына үлкенді, мына жарма дейміз біз қазір. Осы біздің енді ұзақта туыс туған ие болдымызса, бала шағамыз болса, ұяғы ебімізді шешеміздің жарты жармасы жоқ па деп айтарылады. Бұл енді бұның өзінің ролы сондайлық. Енді бір жерге сәлемдеме бересің ғой. Сол уақытта осы жармадан бізде баладарға дөңгелек жасап береміз. ана жарма болды, дөңгелек құртыңыз болды. Енді сол өндігісін қалғанын сол өзің көруге жәйтіндей қылып. Неме десің ғой, спес жарма болады. Дөңгелек. Ала ғой, ала ғой. Ал енді кіттей чегін елді кеудемнен ауыр Оған мынау сықпа құрт деген не? Ана кімге бер? Мынау сықпа құрт. Сықпа құрт. Қатты қысу керек. Қатты қысса сонда. Әйтпесе мынау көкке бар ғой. Мынау дөңгелек құрт көкке тез кетіп қалады арасы. Мынаны қатты қыспаса қыспа құрт дейді, соның барлығы көгеріп кетеді. Көкке дегенде сол қатты қысатын себебі сол. Не? Қатты бас. Бас бармағыңа жіпті ұстап қатты бассаң. Жарма болды ғой деймін. Ал енді дөңгелек құртты жасауды үйреніп алдым, бағана шақпақ құрт жасау бар дедіңіз, оны қалай? Шақпақ құрт мынау. Сіз үйретіңізші қане? Шақпақ құрттың дөңгелекті отырғанша бүйтіп қысатта қасықыста, сасқалақтағанда дөңгелекті өтен уақытың болмайды. Мал іші болғаннан кейін бұзау енет, қоз жүгірет сол кезде. Мынау не болып дегенде мынау қыспа құрт болады, қыспа құрт деген құрт. Қыспа құрт. Мынау шақпақ құрт емес, қыспа құрт. Шақпақ құрт мынау ғой. Қане сіздің бағанағы қарбаластықта? Міне бүйтіп кәне қоя саламыз. Асығып үсігіп ол дөңгелек жасап отырғанға уақытымыз жоқ. Бүйтіп қысат қоя салатымыз. Баладарымыз жылап жатқан. Мынаның аты жарма құрт, мынаның аты дөңгелек құрт, мынаның аты қыспа құрт, мынаның аты шақпақ құрт дейміз ғой. Сонда төртеуге бөлінді. Онда мына чаған бұтыға да бір тал ол немене дәрі шашылған жоқ. Біз осы жердің майменен
ана чийдің майы екі болады, чийдің ыстығы қатты болады. Міне жер, ондай осындай құрт жайсаң, чийде қап-қара болып шығады. Мүмкін емес мынандай ағармайды. Мен жердің ауасы жақсы, шөбі жақсы мынау. Өз салқын тұрып, құрт дегенің бірдеңде. Ағар өзген, осы күн жауып тұрғанда да кепкен құрт қой бағана. Енді осындай құрт алу үшін оның жері, шөбі, бәрі-бәрінің қасиеті да жаздың құрты қалай жағып қора болып кетеді дегенде, ол жерде май еріп түседі. Ыстық. Сондықтан май айырылмайды жақсы. Сондықтан құрты қап-қара болады. Мынаны қайт дегенде, мынаның май тез айырылады. Сіздер осы кісілерден үйрендіңіз ғой? Осы мына кісілерден, осы шешемізден үйрендіңіз. Содан біз сізден аяқ өздері мына баладар үйренеді. Біз ана кісілерден үйреніп жатырмыз, әйтпесе біз оны ұқпаймыз ғой. Дөңгелек құрт жасап. Кішілеу көрмеген екенсің қолын айтады. аяқ өздері жасап көрсін, көрейік. Құрметті көрермен, біз қазір Мория аудандық ұлттық мұражайына келіп тұрмыз. Енді осындағы өзіміздің мұраларымызбен танысайық. Міне 120 жыл болған құймалы көк кебіс. Бұны көріп өзімізде таңырқап тұрмыз. Енді бұл неден жасалған? Мынау қазақтың құймалы көк кебісі қайын тоздан жасалған, табан қайын тоз. Қайын тоздан жасалу себебі өте мықты, су өтпей, тым тартпайды, оның табаны бөлінбейді. Анау сиырдың терісінен жасалған. Бірақ күміспен құймалап шыққан. Бұрын бұны бай адамдар киеді. Кедей адамдар киеу енді, некенсі аяқ қоянды. Негізі бай адамдар киеткен бір. Бұл қазақ халқында ата-бабамыздың бәрі киеді. Ер адамдар киеді. Ер адамдар биік өкше киюі немесінде ананы құймалап тастайды, бірақ өкшесін бірақ тағалап тастаған мықтаны. Аттың тағасы секілді өзіңіз көріп тұрсыз не. Бірақ тағалап тастаған ол өкше түспейді. Бұрын енді қазақ ата-бабаларымыз аттың үстінде жүретіндіктен ана атқа мінгенде кей ат кесел болады, кейден үркін болады, қашып жүреді. Сол кезден ат үзеңгіден аяқ шығып кетпеу үшін аяқты былай шіренген кезден өкше тіреп тұрады. Сондықтан ер адам киеді. Ал әйел адамдар сән ретінде киеді. Бұны құймалап, бұны сол бұрынғы бәйбішелері, байдың келіндері ұзатқандағы киетін қыздар киеткен. Одан енді біз үнемі қос етек киіп, ұзын көйлек киеміз. Сондан сән ретінде көйлек көтеріліп тұру үшін киеді. Әзірден қазақ соны қазір киіп жүрген биік өкшеміз қазақ тапқырлаған. Сондай 120 жылдық тарихқа ие мынамызға тапсырушы Бағдан деген қарақас жігіт тапсырған. Оның әкесі Тоқан деген кісі, оның әкесінің атын енді мен де бақсы білмейді екен, ол кісінің атын. Сол Тоқан деген кісінің әкесі жасаған екен мынаны құймалап. Ұсталам екен дегенде. Дегенде ұсталар рәсімей мынаны енді көн тігетін адамдар, көншілер тігеді ғой етікті. Олар тігіп алған кейін барып, ұсталарға апарып құйма қақтырады екен рәсімге сәндетіп. Мынаның артында артқы жағын арғалап тұр, айтпаса арт жағында былай тік түскен құйма бар, екі жағына қосып жүресті. Мына кебістен де 40-тан жоғары жасты адамдар киеткен. Енді жас келіндер киетін адамдардан көріп, басы біраз жіңішкелеу, үстінде оюы бар. Одан кейін күмістер көбірек әшекейлер тас орнатқан. Сондай болып келеді. Мынаны енді 40 жастан жоғарғы әйел адамдар киеді. Жастар киетінде сондай ой өрнегі әшекейі көп болады. Одан біздің қазақ халқымыздың қол өнерінің шеберлігін көрсетеді. Мынау алтынмен құймалаған құймалы кимешек жақ дейміз мынаны. Бұл кимешек жақ енді қазақ халқы бұрыннан тартып енді кимешек чылауыш киеді ғой біздің қазақ халқымыз. Енді әзір азайып кетті ғой, әзір апаларда көбі кимей жаулық тартады сонда. Сонда мынау енді құймалап алтынмен құймалағып келген әшекеленген бір ұста бір атамыздың қолынан шыққан өнер екен мынау.
мынау бір жағынан қазақ халқының кесті өнерін қойып ұсталық өнерінде шеберлігін көрсетеді. Мынау енді Төрін ауылында біздің Бейренқаның бір апамыз болған, 90 жасында қайтыс болды. Сол кісінің қыз кезінде ұзатылып келгенде үйінен киіп келген кимешек жағы екен. Жаста болды, ол кісінің қайтыс болғанда 15 жыл болып кетті, 90 жасында қайтыс болды. 20-15 жасында ұзатылып кетсең енді 100 жыл болды енді болған енді. Міне көріп отырмыз, жақұт орнатылған алтын ер. Бұғанда енді 100 жылдық тарихы бар деп естіп жатырмыз. Сонда осының тарихымызға түсіндіріп берсеңіз. Болады. Мына біздің мұражайымызда тұрған алтын ер, жақұт орнатқан алтын ердің тарихы біздің ауылымыздың 40 жылдығында Төрін ауылы да қоямыз, біз ауылдық бар. Төрін ауылында тоқтамыз деген бір атамыздың қолынан алдық. Болған бір неше бардық. Біздің мұражайдың адамдары осы жерді алып мұражайға қояқ деп барсақ, ол кісілер біраз көнбеді. Біз атадан қалған мұраға бермейміз деп. Соң біздің аудан әкіміміз Қабыл деген кісі барып, 2 рет 3 рет барып, ол кісілерге қызмет жасау арқылы барып, біздің осы ерімізді осы мұражайға алып келді. Алып келді, әзір соны мынау жақұт орнатқан алтын ер 5 тұрманы, қазақ 5 тұрманы қоймыз, 5 тұрманымен. Бұны әзір қазір ұсталар бұны істей алмайды. Барқолдан келген бір ұста атай келбеді, ол кісі келіп, бұны мен істей алмайды екен бұл десілі. Аны алтынды да мен істей алмаймын. Аны орнатқан тас көздерімен істей алмайды екен, өте шеберлікпен жасалған дейді. Сол кезде мына қазақ халқымыздың енді зерлік өнерінің ішіндегі ең бірінші дәрежелі шеберлікпен жасалған ер тоқым. Әйел ер тоқым. Көзі қызыл сары жақұт анау. Тас анау, көз бірақ. Тасты мәнерлеу арқылы одан бар бағананы жасап, тастан жасалған жақұт көз орнатқан. Сыртындағылар күміспен. Сырты бірақ алтын анау. Анау ұстауында күміс болған кейін бірақ алтынмен ұстаған. Өзіңіз көрсеңіз мынау әзір кейбір жер түсіп қалған. Енді әзір барына жақұт көзі 30. Мына ердің әзір енді тарихы 100 жыл болды. Біздің қазағымыздың енді киіз басу өнері бұрыннан бері жалғасып келген, ал енді қазір заманның өзгеру, дамуына жарай енді қазақ азаматтары осындай бір техниканы пайдаланып, осындай бір туындыны, осындай бір суретті көз алдымызға көрсетіп отыр. Ал бұған келсек, бұл енді біздің қазағымыздың батыры Жәнібек батырдың, осы киізбен басып шыққан Жәнібек батырдың суреті болады. Бұл енді осы Мория ауданымыздағы Қайнар қолөнер бұйым серіктігінің азаматтарының туындысы болады. Осы қойдың жүнін ақ реңінен, қар реңінен талдап алды, менен осы суреттің тұлғасын келтіріп, содан төте басып шыққан. Олағы бояуына рең берген емес, табиғи қой жүнінің өз реңінен талдап, үлгісін келтіріп, тікелей басып шығарған бір осындай туынды. Ал енді қазір біздің Моридағы осы әйел кестешілеріміз өзіміздің қазақи кестемен ғана шектеліп қалмастан, Ханзу халқының сужоу кестесі деген осы кесте түрінің негізгі ерекшеліктерін үйреніп, игеріп, осы өзіміздің ұлттық кестеменен тоғыстырып, тораңғы кесте деген бір кесте түрін тігіп шықты. Ал енді мына жақта сол тораңғы кестесіменен тігілген Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың суреті салынған. Бұда болса, енді біздің осы Моридағы ұлттық кесте шеберлерінің іскерлігі, осындай шеберлігінің белгісі болады. Мынау бие сауғанда сауатын көнек. Енді қарасаңыз челек құсайды, бірақ челек емес, мынау көнек дейді. Бұл немеден жасалады? Қайыңнан жасалған мынау. Жеңіл болатын. Қайыңнан жасалады, мықты болатын кейін ат. Енді бие сауғанда кейбір биелер өте кесел теуіп кетеді, сол өзімен шағылмайды, мықты болады деп. Мына бауы, қайыс. Мадырымыз міне темір. Бәрі. Шыдамдығы мықты ұзақ сетіледі. Бау қайыстан жасалған. Мынау челек. Мынаны қой сауамыз. Қойды қосақтап қойып, қазағымыз тарихта қой сауамыз, осыны қой сауатын челек мынау. Материал немеден жасалған? Бұл да қайыңнан жасалған. Бау қайыстан. Мықты міне осындай сиыр сауатын челек мынау. Жаңағымыз қой сауатын челек. Қой сауатын, сиыр сауатын бөлек-бөлек болды ғой. Шынығап, қайың тоздан жасаған мынау шынығап. Қайың тоздан Мынау бұрын қазақ халқы көшкенде, мына ішіне шынын салып, одан кейін бетін жауып, соны бауымен бір күйенің өркешіне емес басқа жерге байлап қояды. Соны шын шағылмайды. Ол кезде енді көші-қон болған кезде магазинде жақын емес. Соны шынығап мына қазақтың. Сонда жақсы тазалып жүреді екен. Тазалып жүреді, онан шында шағылмайды, бірінде соғылмайды, болмайды.
Хабарымыздың кезекті берілімі осымен аяқталды. Барлықтарыңызға мықты денсаулық тілейміз. Сау болыңыздар.